Бүгінде 100-ден астам ұлттың басын қосқан егемен елімізде түрлі этнос өкілдерінің ана тілінде еркін сөйлеуіне мүмкіндік бар. Ал мемлекеттік тілді білу баршасының қастерлі борышы. Бұл ретте облыстық тілдер фестивалі ұйымдастырылды. Тілшіміз баяндасын. 2017 жылдан бері қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне 5 қыркүйек тілдер күні деп белгіленді. Міне өңірде бір ай көлемінде тілдер айлығы өтті. Оның қорытындысы негізінде облыстық тіл достық құралы атты фестиваль ұйымдастырылды. Шараға өзге ұлт өкілдері, зиялы қауым, мекеме және ұйым басшылары мен студенттер қатысты. Алдымен келуші қонақтар этномәдени бірлестіктердің қолданбалы өнер көрмесін тамашалады. Тәуелсіздіктің арқасында көптеген тілдік мәселелер шешіліп, жүйелі түрде мемлекеттік тіл саясаты бойынша түрлі игі шаралар мен жобалар жүзеге асыруда. Мемлекеттік тілді қастерлеп, үйрену Қазақстанның әр азаматының парызы. Біздің мемлекетіміз этнос өкілдерінің ынтымағы мен бірлігін жарастырып, тату тәтті ғұмыр кешіп жатқан көп этносты мемлекет. Тілдер айлығы шеңберінде 200-ден астам іс-шара, яғни түрлі конференциялар мен байқаулар өтті. Мұның бәрі өңірде тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстарды мәдени рухани қолдау бағытында аясы кеңейген игі бастамалардың бірі. Бұл жерде ең басты маңыздылық жалпы мемлекеттік тілдің әрі қарай кең етек жайып дамуына үлес қосу. Тағы да бір айта кетерлік дүние, барлық этнос өкілдерінің біздегі орналасқан мәдени орталықтардың тілдерін дамыту болып саналады. Мәдениет және тілдерді архивісі басқармасы тілдің дамуына барынша үлес қосып жүрген азаматтарды тысқары қалдырған емеспіз. Конкурстар, фестивальдер, семинарлар ұйымдастырып келуде. Мерекелік шара барысында мемлекеттік тілді кеңейтуге, нығайтуға үлес қосып жүрген тіл жанашырлары, этномәдени бірлестіктер, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің құрмет грамотасымен алғыс хатын, сондай-ақ облыс әкімі орынбасарының алғыс хаттарымен марапатталды. Қазақ тілі бізде мемлекеттік тіл болғаннан кейін оның беретіні де көп. Себебі қазіргі таңда тіл мәселесі өзім өзге ұлт өкілі болсам да, маған тиіп жатқан пайдасы көп. Мысалға, қазіргі таңда міндетін атқарушы қызметінде болсам, жалпы қазақ тілінде болсын, немесе орыс тіліндегі болсын, өйткені біздің мектеп екі тілді болғаннан кейін ата-аналар да бізде келеді. Сол себепті ешқандай да қиындық келтірмейді. Облыстық тілдер фестивалінің соңы этномәдени бірлестіктерінің шығармашылық ұжымдарының концерттік бағдарламасына ұласты. Қымбат Садық, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.